Қазақ жалқау, қазақ надан, қазақтардың қолынан түк те келмейді деген адамдарға айтарым бар. Мынау Совет үкіметінде бізден бүкіл білімімізді алып қойғысы келген, тарихымызды алып қойғысы келген. Соның біразын алып тастады да, соны білсеңіздер. Енді былай қарасаңыздар, тарихты жүгіртіп, артқа қартай қарасаңыздар, көз жүгіртіп, сол кезде біздің қыздарымызды МТЗ тракторлеріне, 800-терге отырғызған. Шынымен де қарасаңыздар ғой, артқа қарапайым қара көз жігіттерімізді бәрімізді малға салған, ауылдарда ғана ұстаған қазақтарды қалаға кіргізбеген. Солай бізді надан қылғысы келген. Сонда да біз қазақтар өз егеменімізді қазір сақтап қалдық деп ойлаймын. Кішкене болса да сақтап қалдық. Сол үшін да біздің қазақ елімізге білімді адамдар керек. Балаларымызға ғылыми білім берейік. Сол білімнің арқасында ғана біз көтерілеміз. Сол мынау айтып жүрген осындай сөздерді бар ғой, иә, қазақ надан, жалқау, қолдарынан ештеңе келмейді дегенде, мынау жерімізді қарасаңызшы, 9-шы орында дүние жүзінде. Осы жерімізді алып қалған адамдар сонда не надан болған ба, күші болмаған ба, білімі болмаған ба? Бәрі де болған. Ал енді оған келіспейтін болсаңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келіссеңіз де пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осы видеоны таратыңыздар. Қазақ елі жан айқай бұл. Балаларыңызға білім беріңіз, ғылыми білім беріңіз. Пікір таластарда болсын, қай жерде болсын, өздерінің мнение дейді ғой, өздерінің нелерін қорғай алатындай болсын. Сол кезде ғана біздің қазақ еліміз дамиды.